Кім келді десеңіздер, Алихан мен Салтанат. 3 жыл бұрын көрген оқырмандарым білетін шығар. Біздің тойымыз осы кісілердің мейрамханасында болған. Найля деген осы Тұздыбастаудан сәл ары қарай Ошақтың жолында еді, кажется, или мен ошибаюсь, мен просто Тағы бір есіктің ортасында, тағы бір мейрамхана ашыпты. В общем, бизнестары мықты болып кеткен, сыйлықтарын әкеп, неше түрлі ана жақта, ой, бұл толып жатыр, короче, сыйлықтар. Гүлі Зухра көшіп келді, біз жаққа Зухраға көріш болып қалдық. Осыны айтып келіп отырмыз. Шашуымызды шашып келеміз деп кеше хабарласып, давайте деп. Құтты болсын. Рахмет. Алихан көбірек сөйлейді маған қарағанда. Құтты болсын, тек қуаныш болсын шаңырақтарында. Даниял баланың туған күні құтты болсын. Тұспа тұс келіп қалды. Жақсы адамдар өзі бір анда күшті моментте келеді ғой. Бақ берекеге толсын осы үйдің Әлі отырмыз, 2 сағат болды отырғанымызда. Ой, не есімізге алмай жатырық, бәрін есімізге Зухраға алып. айтамын да, кішің пысса кел біздің үйге. Әңгімеміз күшті жасап отыр, в общем, бір-бірімізді қимай отырмыз. Хотя бы сторис түсіріп алайық, хотя бы деп отырмын ғой, сонымен сторис түсіріп. Күшті отырып жатыр. Ананы айттық, маған идеялар айтып жатыр. Мен осы соңғы кездер ойлап жүргенмін ғой, не бизнес жасасам екен, не істесем екен, қайтсем екен деп. Тоже каждый адаммен мен сөйлескен кезде бір какой-то өзіме инсайт алуға тырысамын да. Болмайтын өсек айтуға уақыт құртуға болады, и полезный нәрсе айтуға да уақыт құртуға болады да. И бізде плодотворный бір күшті идеялар айтып, өздерінің білгендерімен бөлісіп жатыр. Мен опытпен обмен. Бұл кісілер бизнесмен кісілер енді. Анау мынау емес, күшті идеяларды айтты. Сонымен риза болып қалдым. Бұлай істеуге болады екен ғой деген сияқты. Көп рахмет келгендеріңе, жандарым. Үйге келіп, киімді ауыстырып үлгердім. Қазір ауызашарға бара жатырмыз. Бүгін менде оразаның бірінші күні. Өткенде басында ұстай алмадым, по женским причинам. Потом Дубайда болып қалдым. Сөйтіп, короче, менде бүгін бірінші күн. Достар, в общем, менде Қырғызстаннан аябай көп жазып жатышады. Аружан Қырғызстанға доставка бар бы, қырғызстандар қандай оплата жасайды деп. Мен енді бұл Ешін Жанеркенің өзінің жеке продажасы болғаннан кейін тек Қазақстанға ғана продажа ашады. Себебі я не знаю, как доставлять Қырғызстанға и тому подобное. Сол енді мен ойлап жатырмын да, кеше Жанеркеге предлагать етіп жатырмын. Может, мен өзім жеке ашып көремін Қырғызстанға продажа, потому что менде енді 50% аудитория Қырғызстан. Егер де сіздер Қырғызстаннан болсаңыздар, бриллиант сатып алғым келеді десеңіздер, давайте я вам открою. Алматыда прям көктем болып жатыр, кайф. Прям күшті болып жатыр погода. Менің любимый погодам осындай ғой. Өзіңмен өзің десең, қайттан бастасаң. Ну, в общем, андай жеңіл киінесің, қатты заморачиваться етпейсің. Бұл қыздарда весенний прайм деп аталады. Андай кайф киініп жүре бересің, короче. Қымтанбай, шебет, демей, кайф киініп жүре бересің. Күшті болып. Вот так вот. Перманенттен шықтым. Обновила свои брови. Так называется. Вот, короче. Қазір кофейняға кетіп бара жатырмын. Кішкене кофе ішіп, десерт жеп, қайтайын деп. Сол Ақсайда жүрмін. Қазір Алмаситиге қайттан неге қайтам. Жолда мысықтың затын алу керек. В общем, бүгін сол таңертең келсе тұрғам еще. Бар ғой. Ключевой сөздерін айтатын болсам, ол андай ғой. 1001 миллион грузовик, 1 тонна деген сияқты сондай. В общем, если к ней на страницу зайти, контенттерін қарап көріңіздер, негізі өте ерекше. Инстаграмда, лентада в основном все одно и то же. Но у Замы всегда есть своя изюминка. Маған да контент жасап берем дейді негізі. Вот ол еще қол ашық қой. Она давай деп, короче, всегда мне какие-то идеи закидывает, хочет помочь. Хотя мадам деловая, да? Менде енді рас. Пока уақыт жоқ, әзірге. Чуть-чуть время, с Аланчиком сейчас разберусь. И тоже буду как Зама. Өскенде Зам боламын. Сіздерге бірдеңе көрсеткім келіп тұр. Мама, мынау еттерді реттестірген ғой, мына жерде аттың қарны, аттың іш майы деп жазылған, байқасаңыз. Неге аттың деп сұрауы мүмкін адамдар, иә? Бұл көріп тұрғандарыңыз қазақтың дәстүрі ат тергеу. Яғни менің қайнатамның үлкен аталары болған екен, сондай есімді. Және менің енем әлі күнге дейін жаңағы аттың еті, аттың майы, аттың қарны деп сөйлейді. Не деген сыйластық.
яғни менің енемді келіп ешкім қазір тексермейді ғой, иә, кәні сен айтып жүрсің ба, айтпай жүрсің ба деген сияқты. Морозильнигіңде жазылып тұр ма, жазылмай тұр ма, ешкім оны білмейді да, көрмейді да. Бірақ бәрібір мына бойына сіңіп кеткен сыйластық, дәстүрге деген сыйластық, қайын жұртқа деген сыйластық. На самом деле это очень мило. И соным, и балапаным менің. Олжас деп ме? Олжас, кім? Тимош? Тимош. Сіз сияқты сөйлейтін бол. Шашымды көрейін бе? Шашын төменін бәрін Шынымды айтайын ба қыздар, қыз келіншектер, оқырмандар, телефонға дамыл жоқ. Скидка бітті, бірақ деген дайрект жарылып жатыр, WhatsApp жарылып жатыр, звондап жатыр. Үлгермей қалдық, мен де алуым керек еді деп. Енді бір апта алдыңғы аптада берген заказдарды мен 100 штукты өзім алып сатам ғой деп ойлағам. Негізі былайынан 50-100 штуктан асан қымбат қылып аласың ғой. Сосын көп адамдар өздері заказ беріп алдырсын дегеннен кейін мен ойлаған саннан да артығымен шықты ғой негізі. Сатыла ма сатылмай ма деймін. Бәрі көктем жаз келатыр деп арықтауға кірісіп күш табағымен алып алды ғой. Үлгермей қалғандар кешірім сұраймын енді. Просто қазір уайымдап тұрғаным, тағы алдағы апта бір апта скидка қоятын болсам, тағы 1000 штук бола ма, болмай ма, болмай қалса не болады, сонда ойлап отқаным ғой. В общем, ойыңыз жаза кетіңізші үш жерге. Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Қырғызстан, Бішкек. Біз сіздерге жолға шығып бара жатырмыз. Жанымда Нұрдәулет бауырым бар. Ассалаумағалейкум. Бұл кісі Қырғызстанды беске біледі. Осы кісі алып бара жатыр. Бүгін бұйыртса Манас кинотеатрында Америкалық келін деген киноның предпоказына бара жатырмыз. Қырғызстаннан, Бішкектен бізді көретін көрермендер болса, жергілікті уақытпен сағат 6-да Манас кинотеатрында боламыз. Сол жерге келіңіздер. Ойбай, Қырғызстанға қашан келесің? Келсей Қырғызстанға деп атқандар. Жолға шығып бара жатырмыз. Жол болсын бізге.